Кеткен қатын кетті. Сенікі не бұлжырау? Ондай қатыннан құтылғаныңа қуан. Кеткен екен, алды артына бір уыс топырақ. Барсын, жеткен жеріне дейін барсын. Енді үйіңе кіргізуші болма. Деп түйсек, інісі Ғалымжанға төніп отыр. Ғалымжан осы үйдің ортаншы баласы. Жасы 30-дан енді өткен жігіт. Үлкен ағасы дүйсек, жасы 37-дегі бала шағалы болған бөлек отау иесі. Бұл үйдің кішісі Ғанижан, ол әлі үйленбеген. Орталарында Рахила деген 56 жасар шешелері бар. Әкелері кіші інілері Ғанижан дүниеге келгесін көп ұзамай қайтыс болған. Ортаға алып отырған адамдары әзірше кемпірдің қолындағы бала Ғалымжан. Ғалымжан үйленіп 2 балалы болған. Үлкені қыз 8 жасар. Кішісі ұлы 5 жасқа енді толып жүр. Ғалымжанның тұрақты жұмысы болмаса да, қолынан іс келетін шебер жігіт. Шешесін, әйелін 2 баласымен аш қылмаймын деп, күндіз түні табылған жұмысты істеп жүр. Бірде аз, бірде көп тапқан тиынын шашу шығармай шешесі мен әйеліне ұстатады. Карта ойнап, арақ ішіп, басқа елдерге көз салу деген ойлардан мүлдем аулақ. Тіпті темекі де тартпайды. Бала кезінде насыбай салып көрем деп жұтып қойып, қақалып шашалып, құсы бөліп қала жаздаған. Оның үстіне әкесі біліп қалып, аямай ұрған. Содан соң темекі насыбайға деген әуестігі мүлдем жойылды. Құрметті тыңдарман, тыңдаушылардың небәрі 1% ғана каналға жазылады. Сол үшін әңгімені бастамас бұрын, бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қаншада екенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылайша сіздер мені қолдап, видеоны көбірек адам көруіне көмектесесіздер. Көп рахмет. Әскерден келгесін ауылдың қарапайым қызы деп таныстырған Маржангүлді анасына келін қылып түсірген. Үріп, ауызға салғандай Маржангүл бір қарағанда өте сүйкімді, сұлу жан еді. Үндемейтін, артық күлмейтін, әңгімесі иә жоқтан аспайтын жан болатын. Бір келікі бір ыңғай өмір жалықтырды ма, әлде үнемі қаржы жетпеушілікпен өзін өзі бар нәрседен шектеу жалықтырды ма, кім білсін. Екінші сәбиі ұлы дүниеге келгесін Маржангүл мінез көрсете бастады. Енесі жоқ жерде Ғалымжанның миын жеп, ұрысып, сәл нәрсеге бір түйіп теріс қарап, бүк түсіп жатып алуды көбейтті. Тіпті жылап жатқан баласында емізбейтін өнер шығарды. Затында өмір көрген қазақ әйелі зерек болады емес пе? Енесі Рахила келіннің бойындағы өзгерістерді бірден түсінді. Маржангүлмен оңаша отырып сөйлескенде, «Қарағым, бері қара. Байқаймын, соңғы кезде көңілің бұзылып жүрген сияқты. Не ойлап жүрсің? Не мазалайды? Шаршап қажып жүрсең, төркініңе барып қыдырыстап кел. Үйден шықпағаныңа 2 жылдай болып қалды осы. Туыстарыңа барып көңіліңді аулап, мына жиендерін көрсетіп келем десең, қарсылығы жоқ қарағым. Ғалымжанның да саған көңіл бөлуге шамасы жоқ. Шаршап шалдығып жүрсе де, осы үйге ақша табумен жүгіріп жүрген сол. Сенің қабағың қыржиып жүрсе, ол да үйден суынады. Соны ұмытпа. Әйел ер азаматқа сүйеу бола жүріп, оның көңілінен шыға білу керек. Еркек түздің адамы, бірақ үнемі үйін ойлап жүру керек. Ол үшін үйде жағдайын жасап отырар, әйелі күлім қағып, қарсы алып отырсын. Сонда еркек басқа жақтан жағдай іздемей үйіне асығатын болады. Деп біраз ақылын айтқан. Маржангүл ештеңе деп қарсылық білдірмеді. Жоқ апа, бәрі дұрыс. Жүйкем шаршаған шығар, деп қоя салған. Ғалымжанның келесі бір жұмысы совхоз жақтан біреудің қорасын бұзып қайта салып беру болған. 2 аптада бітіріп үйіне келгенде, үйінің ішінде жат бір нәрсені сезінгендей болды. Не екен білмесе де, көңілін суық бір нәрсе сипап өткенді. Маржангүл үйде жоқ екен. Балаларын құшақтап мауқын басып, жолай дүкенге соғып алған тәттілерін беріп, анасымен шай ішіп отырып, табысын ұстатып отырды да, «Апа, азырақ Маржангүлге алып қалдым. Қажетіне жаратсын деп едім. Ұрыспайсың ба?» Тапқанын әйеліне тасит деп күлді де, оның да бір нәрселер алғысы келетін шығар, деп анасының ыңғайына жығыла сұрады.
Балам, әйеліңді бала-шағаңды қамтыма деп қалай айтайын? Ер азаматтық міндетің ғой. Тұрақты айлық алатын жұмысың болмаса да, осыларды аш қылып жатқан жоқсың. Алла разы болсын. Бірақ, Құдай сақтасын, бір күдік көкірегімді өртеп барады. Келіннің жүрісі күмәнді. Базардан киім сататын жұмыс тапқан ба? Нағаш апа дейме, жиен апа дейме, сондай біреуге әуей болып жүр. Өзіне қымбат көйлек алған, иісуы да жаңарған. Кеше мына қызың айтты. Қымбат іш көйлек алып, елдің қолы жетпейтін Марс дейме, Шарс дейме, сондай бір шоколадтар әкеліп жеп жүр екен. Үндемегеннен үйдей бәле шығады. Деген осы Маржанның жүрісі біртүрлі болып кетті. Деп күрсіне, түңіле жауап берді. Өздерінің жатын бөлмесіне кірген Ғалымжан үйіндегі бір түрлі жат, суық лептің ошағын анықтағандай болды. Ол бөлмесіндегі бет қарайтын, айна алдында тұрған қымбат әтірден сезіліп тұрғандай. Ілгеректе әйеліне осындай әтірді сыйламақшы болып, бағасын сұрағанда, тапқан табысы түгел кететінін білді. Енді бүгін сондай әтір бөлмесінде тұр. Киім салатын шифонерді ашқанда, бұрын көрмеген әйел көйлегі көзіне бірден ұрынса, қапталында тұрған полкадан су жаңа жалтыраған іш көйлек көрінді. Сөйткенше бөлме есігі ашылып, Маржангүл кірді. Өзің алып бере алмағасын күйініп көре алмай тұрсың ба? Қайтеміз? Өзіміз жұмыс жасап, өзіміз қамданбасақ, өмірден жалаңаш өтер түріміз бар, деп кекете сөйледі. О не дегенің, Маржан? Жаным, құтты болсын, игілігіңе кей, тек қарызға алған болсаң барып, төлеп тастайық. Жаңа апамнан табысымның шетінен сұрап алғаным бар, өзіме қалдырғаным бар, жететін шығар деп ақталғандай болып қалды. Апамнан дейсің бе? Күлкімді келтірмеш. Апаңнан алып қалған ақшаң іш киімнің бауына жетсе, рахмет айтарсың. Алаңдама, қарыз емес, өз ақшама айлығымның есебінен алдым. Базарға таныс апайыма киім сатушы болып жұмысқа тұрдым, деді кекесінді түрін жасырмай тұрып. Жаным, жұмысқа тұрдым дейсің бе? Өзің біл, жаным. Үйде төрт қабырғаға қарап отқаннан ол да дұрыс шығар. Емшектегі балаға қиын болмаса, келші жаным, сағынып қалыппын өзіңді, деп құшақтап еді, өзі шошып кеткендей болды. Мүлдем басқа, мүлдем жат суық денені құшақтағандай болды. Қоя қош, деп Маржангүлде құшағынан сытылып кетті. Арада бір апта өтпей-ақ, жұмыстамын деген сылтаумен күндізде түнде де кетуі көбейген Маржангүл бір айдан соң мүлдем кетіп тынды. Жасқа тола қоймаған ұлы көп жүрсінніңде емшектен шықпағаны кедергі болмады. Алматыға тауар барам деп кетіп, соңынан осыннан жұмыс таптым деген хабарын айтып жіберді. Бай саудагермен көңіл қосып жүргендегі, соңында соған еріп кеткен жүріс тұрысы елге мәлім болды. Артынан іздеп барған Ғалымжан мен Маржангүлдің туған інісі екеуі кездесіп ауылға қайтуын сұрағанда, өмірде өз бақытын тапқанын айтып қайтарып жіберген. 2-3 ай өткесін Ғалымжанның ағалары, туыстары ажырастырып алмаққа сотқа арызданған еді. Маржангүл нотариуспен бекіттіріп, балалардан бас тартатынын, ажырасуға ешқандай қарсы емес екенін жазып, қолхат беріп жіберген. Естелікке шөміп кеткен Ғалымжанды ағасы Дүйсектің, саған айтып отырмыз, керең болып қалғансың ба? Қатының кеткеніне 4 жылдан асты емес пе? Кеткен қатынды қашанға қимай жүресің? Әлде сол желептен басқа 2 әріп құрыды ма елде? Ол қатынды өлді деп сана. Үйлен, арғы бергі жағы дұрыс елден адам алып берейік. Мына апам сенің балдарыңды қараймын деп қатарынан қалып бара жатыр. Алыс жақын той томалағына бара алмай жүр. Сен ыңғай білдірсең, қалаған жеріңнен қызды алып береміз. Айт, тоқтама. Қатыны кеткен жалғыз сен бе? Ешкімде ондайдан өлген жоқ. Таңдауыңды айт, деп дікеңдеп отыр. Ғалымжан не десін? Жанында жатқан жан жарының сатқындығынан, әйелге деген көңілі суып, жаны жараланғасын, үйленем деген сөзге үркей қарайды. Болмаса құрдастары, нағашылары, құда балдары түрлі қызды айтып, құлағын жеп жүргелі қанша.
Бұның басы бос екенін білгесін, жүрген жерінде күйеуден жолы болмаған, қаншамасы өздері сүйкеніп көрген. Тек Ғалымжанның жүрегі суып тоқтап қалғандай, ешкімге ыңғай бермейді. Ой аға, қатын керек болса, таппай жүр деймісіз? Керек емес. Мұны екеуін жетілдіріп, қатарға қосып, адам қылайын. Ендігі сол маған мақсат мұрат, деп Дүйсекке қараған еді. Дүйсек: ой, бос белбеу неме? Жүр онда солай сөлбірейіп. Олай болатын болса, мына Ғанижан үйленгенше апамды қолыма алам. Қашанғы бала бағып отырады. Шешемде дем алып рахат көрсін, деген өтірік шағымданып. Осы жерде үнсіз отырған шешелері Рахила: сен екеуің мені бөлісе алмай отырсыңдар ма? Осындағы үшеуіңде менен шыққан шығарсыңдар. Жұмыртқа тауыққа жол көрсеткенін қайдан, қашан көріп едіңдер? О несі, тіпті кәдімгідей кісі боп қалыпты. Осы үйде мен тірі отырғанда, үшеуіңнің де балаларың жетім болмайды, шеттемейді. Өзім білем, қайсысын қалай бағам, менен ақыл демес шығарсыңдар, деп қысқа бірақ қатты айтып еді. Екеуі де жым болса, Ғанижан анасының алдына еркелей жата кетті де, мен де Криша железіне, деп жағдайды жұмсартып, бәрінің езуіне күлкі жинады. Ғанижанның басын сипап отырып, Рахила: иә, бұл әңгімелер айтылуы тиіс. Кетер әйел кетті, алды артына бір уыс топырақ, не болса да өз білсін, маңдайына жазылғанын көрер. Бірақ мына екеуін жетілдіру біздің мойнымызда. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, жетім деген сөз естіртпей өсіру бізге міндет. Екеуі де марқұм шалымның тегін ұстап жүргенде, мен бұларды жетім қылмаспын, дей бергенде, бағанадан еркелеп жатқан Ғанижан ұшып тұрып: осыдан Айгүлмен көп жүрсінге біреу бірдеңе деп қарасын, тура бастарын жұлып қолдарына берем, деп екілене сөйлеп еді. Ағасы Дүйсек еңкілдеп күліп: әй Ғанижаным-ай, бауырым-ай, өз басыңа ие бұл. Көп жүрсінмен Аягүлді ренжітуге жол бермеспіз. Қанша айтқанмен олар менің балаларым. Дәу бапа дейтін атым бар. Сен тентек болмай басыңды бағып жүрсең, сол да ерлік. Мектебіңді бітіріп, оқуыңды оқы. Сол сенің міндетің, деді. Сонымен сол әңгіме сол жерде аяқталды. Кіші інісі Ғанижан үйленгенше, Ғалымжан өзіне үй тұрғызып, қызы Аягүл есейіп, әкесінің ас ауқатын дайындап кірін жуатын жағдайға жеткесін, бөлек өз үйлеріне кеткен. Әрине, бөлек кеткен деген тек аты болмаса, сол күйі мидай араласып жатыр. Екі күннің бірінде анасы Рахила Ғалымжанның үйінен табылса, арасында енесін іздеп, Дүйсек ағасының әйелі осы үйде. Ана мынау тазалық жұмыстарын Ғанижанның келіншегі келіп, көз жасыма көмектесем деп істеп кетеді. Ғалымжан алаңдайтындай үй тірлігі болған емес. Әйтсе де Ғалымжанның есінен кетпес бір оқиға болды. Көп жүрсін 12-ге толғанда, өзінен 2 жас үлкен баланың басын таспен ұрып жарған. Аз болса тепкілеп тастаған. Мектепке полиция келіп, үлкен шу болған. Таяқ жеген баланың ата-анасы арызданып, бұл бала мынандай мінезбен адам өлтіруден тайынбайды, деп тұрып алды. Көп жүрсін ешқандай ақталмады. Үнсіз қатып қалған. Сұрағанға өзінен көрсін, обалы жоқ, қажет болса тағы ұрам деп қасарысты. Іс Насырға шабатын болғасын, таяқ жеген баланың сыныптастары жиналып келіп, әлгі баланың өзі кінәлі екенін, көп жүрсінді итеріп жібергені аз болғандай, үнемі Желептің баласы деп қорлайды екен. Осыны естіген әлгі баланың әкесі арызын қайтып алып, таяқ жеген баласын шапалақпен 2 тартты. Өзі үлкен басымен көп жүрсіннен кешірім сұрап, Ғалымжанның анасы Рахиланың қолын сүйіп кешірім өтінді. Сонымен сол оқиға солай басылған еді. Бұл күнде Ғалымжанның қызы Аягүл 21-ге толып, Орал қаласындағы универді бітіріп, диплом алып келген. Көп жүрсін 18-ге толып, сол қалаға оқуға түсіп, 1-ші курсты бітірді. Ғалымжан сол күйі үйленбей қалды. Аягүл оңашада, жасы 70-ке жақындаған әжесімен сырласып отыр. Әже, өзің айтушы едің ғой, қыз бала өз уақытымен өз орнын тауып кету керек деп,
Мен де сол өз адамымды, өз орнымды тапқан сияқтымын. Өзімен бірге оқыған жігіт сөз айтып жүр. Осы ауылдың баласы, құда түсіп айттырып алайын дейді. Мен тек әкемнің жағдайын ойлап ештеңе айта алмай жүрмін. Бала кезімнен шашымды тарап, өріп отырып, талай айтқан сөздеріңізді құлағыма құйып өстім. Артық боянбадым. Өзің айтқандай, артымды ашып, қысқа киінбедім. Орынсыз жырқылдап күлмедім. Сонда да қарайтын жігіт қарады. Достық қолын ұсынды. Менің анамның жоқтығын сездірмей тәрбиелей білдің. Тәртіпке салып жүріп, мейіріміңді аямадың. Қыз баласың, ұят болады деумен өмірде көп нәрсені үйреттің. Менің әжем емес, шын анам өзің болдың. Анамда, әжемде, сырласымда өзің болдың. Қалай ойлайсың, әкем қалай қабылдар екен? Деп ағынан жарылды. Қарағым-ау, айым сол, қыз мұраты кету дегендей. Қыз ол гүл сияқты, баптап аялап өсірген жарқырап гүл ашады. Сол гүл ашып тұрған шағында өзінің бағбанына табыстамаса, солып, әрі кетіп, сүйегі қатайып, сүйкімсіз бола бастайды. Жеңешелеріңнен естіп жүрмін. Әлгі менің замандасым Сұлтан Әлінің немересі сөз салып жүр екен. Несі бар? Өсіп өнген әулет қой, жаман жер емес. Ал әкеңе келсек, ол менен асып кетпес. Сенің ендігі міндетің бар өмірін сендерге арнаған әкеңнің бетін жерге қаратпау. Барған жеріңе судай сіңіп, тастай бату. Сен барған жеріңде сыйлы, инабатты келін болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіріп, көрегенді келін атанып жүрсең, әкеңнің еңбегін ақтағаның. Әкеңді жерге қаратпа. Жаман сөз келтірме қарағым. Жібере берсін. Құдаларын танысайық, білісейік, ақылдасайық, деп Аягүлдің маңдайынан сүйді. Алматыға жақын жерде орналасқан, жүйке ауруларға арналған клиника палатасында жатқан осы бір Маржангүл деген әйелдің артынан келушілер тым сирек. Үнемі қасында клиника қызметкерлері жүреді. Жасы 50-ге енді жетіп жүрген, өңі таймаған, бұл әйелдің жағдайы ондай ауыр емес. Тыныш, өзімен өзі артық әрекеті жоқ. Дәрігерлердің қойған диагнозы миы шаршаған, жүйке сыр берген. Артынан ешкім іздеп келмесе де, клиниканың қызмет ақысы Түркияның Измир қаласынан үзбей түсіп тұрады. Сондықтан бұл пациент клиниканың VIP есебінде тұрады. Маржангүл ем-шарадан бос кезде ылғи жалғыз қалуды жақсы көреді. Дәрігерлер көп ойлануға, мазастануға тыйым салса да, Маржангүлдің өз әлемі тартып тұрады. Иә, бұл сол Маржангүл еді. Арман қуып, әдемі өмір іздеп, екі баласын, күйеуін тастап, бай, сырбаз, әдемі Қалиханға еріп, Алматыға келген. Келгеннен мол дүниеге тап болған. Әрине ол дүниелер сатуға арналған Қытайдан келген тауарлар еді. Күндіз сауда, біреуден алып біреуге сатып, үстіндегі пайдасын өздеріне жаратып, Қалихан екеуі шайқап жүрген кезеңдер еді. Күндізгі жұмыстан соң міндетті түрде кафе, ресторан, ондай жерлерге күнде бір киім киіп бару, жылтырақ әшекейге көміліп жүру өмірдің мәніндей сезілген. Кейде кафеден өз үйлеріне келгесін кальян шегіп көңіл көтеретіні бар. Кейінірек оған қосымша бәң, тірек, апиын қосатын болды. Бұның бәрін Маржангүл өткен ұмытып, жаңа өмірге бейімделу санайтын. 2-3 ай арасында Маржангүл Қалиханның сауда достарымен толықтай танысып кетті. Олардың ішінде қазақ, Қытай, түрік, тіпті вьетнамдық та бар екен. Маржангүлдің әдемілігі бәрінің көкейіне құрт болып түсіп жүрсе керек. Әлгілер тым қатты әуейленіп кетсе, Қалихан бұны құшақтап, өзімнен ауыспайды деп күлдіріп арашалап алатын. Сонда да Сәлимбе деген түрік досы, «Бұ ханымы бейнеурім» деп Қалиханды мұжуын қоймайтын. Сөйтіп жүргенде бір күні Қалихан бұған Түркияға барып, Измирден тікелей тауар жіберіп тұрсан қайтет, қазір Қытай тауарларына сұраныс азайып кетті. Енді жұрт түрік киімдерін көбірек сұрайды. Сол жақтан жақсы өтімді тауарларды өзің жіберіп тұрсаң, мен мұннан ақшасын жіберіп тұрам. Үстіндегі пайдасының жартысы сенікі болады. Түсінсең, бұл саған өсіп, баюыңа
үлкен жол ашады. Сен онда, мен мында керемет сауда болғалы тұр, деп миын жеп, көп ақшамен көзін қыздырып, Сәлімбейге ертіп қоя берді. Измирге келгеннен киім-кешек пен алтын күміс бұйымдардың көптігі аранын ашса, Сәлімгерейдің ілтипаты мен құлағының түбінен сыбырлаған жылы сөздері Маржангүлді Сәлімгерейдің төсегінен бір-ақ шығарды. Қалиханның құшағын Ғалымжаннан артық санаса, енді Сәлімгерейдің құшағын Қалиханнан ыстық деп есептеді. 3 жыл Сәлімгереймен тұрса, одан соң Мехмет деген біреу табылды. Содан соң Ансар деген мем қызметкермен қосылды. Солай өң мен түстің арасында жүріп, өмірі өткенін білмей қалды. Бүгін міне, жазылмас ауруы бар, бірақ байлығы бар Маржангүл жападан жалғыз қалды. Қаншама еркекпен төсектес болып жүрсе де, жатырына жұғын болмады, бала көтермеді. Өмірінің соңы көрінгенде ішінен шыққан балаларын сағынды. Иә, тек балаларын сағынды. Себебі туған туысқандары бұдан бас кешіп бас тартқан еді. Бұл балаларынан бас тартып қолхат жазып бергеннен кейін 4 айдан соң артындағы інісі келіп, бұның бетіне түкіріп, саған елдің қарғысын жеткізгелі келдім. Әкеміз сенің күйігіңнен өліп кетті. Қайыр болсын айтып, иман тілей келген елдің бетіне қарай алмадық. Шешеміз көкірегін көкке сауып, сені қарғаумен ауру болды. Мына Қалиханыңмен қосып, бауыздай салар едім. Әттең, сен оғанды татымайсың. Сенің жазаң асауаттың құйрығына байлап жіберу еді. Әттең, заман басқа, жер тар. Ауылға келер болсаң, машинамен сүйреп өлтірем, көрінбе көзімізге, деп кеткен. Апиын араласқан шөпті кальян қылып шегіп отырған Маржангүлге бұл сөз шыбын шаққандай болмаған. Қазір жалғыз қалғанда, барар жері басар тауы қалмаған кезде санасына оқтай тиіп жүр. Солардың бәрі ойына оралғанда миы шаншып кетеді. Амалсыз күшті есірткі қосылған таблеткасын ішіп, ауруды басады. Аягүлді ұзатып құтты жеріне қонғанына 3 жылдан асты. Бұл арада Ғалымжан бір жиенді болды. Сол жиеннің бір жас тойы мен шашын алуға барғанда, үлкен құдасы Сұлтанәлі, құрметті құдалар, тойымызға ортақтасып, қуанышымызды бірге бөлісуге келгендеріңізге Алла разы болсын. Өздеріңіз білесіздер, уақытында айтылмай қалған сөз іште қалса, сасып, көкіректі шіртіп жібереді. Менің айтқым келіп отырғаны, мына келінім Аягүл турасында, иә, басында шешесіз өскен қыз дегенде тіксініп қалғанымыз рас. Келін болып түскен кезінде сынға көп алынды. Бірақ қаупіміз бекер болып шықты. Шешесі болмаса да, менің замандасым Рахила әжесінің тәрбиесін көрген келін жұрттан озды. Ауылға үлгі болды. Осында отырған сары қарын бәйбіше болған абысындары сөзімді жоққа шығармас. 22-ден жаңа асқан Аягүл келінім үлкен тәрбие мен көрегенділіктің көрінісі болды. Әдеп пен инабаты, ақылды сөзімен салған суреттей істелетін ісі бәрімізді тәнті етті. Сол үшін үлкен құдағайымыз Рахилаға арнаған сыйлығымыз бар. Оны мына әйелдер берер. Мен өз құдаларым Ғалымжан мен Дүйсекке бірдей қылып, өз қолыммен құда шапан жапқалы тұрмын. Аягүлдей адамды тәрбиелеп бізге ұзатқан сіздерге мың алғыс, деп келіп құшақтап, құда шапандарын жапқан еді. Ғалымжан сондай марапаттардан көңілі көкті тіреп тұрғандай сезімде болды. Әскери кафедрасы бар оқу бітірген көп жасар келгесін бірден полицияға қызметке тұрды. Ендігі мәселе үйленіп, отау құрып, әке қолына келін түсіру болатын. Дүйсекте, Ғалымжанда, Ғанижанда сол шаруаға бел шешіп кірісіп кеткенді. Көп жасардың ойында не барын кім білсін. Бұлар құда түсер үй іздеп, айттырып, алар қыз іздеп шабылып жүргенде, Ғалымжанның құлағына Маржангүл Алматыда жаман аурумен ауырып жатыр деген сыбыс жетті. Ғалымжан бұл хабарға қуанғанда жоқ, қайғырғанда жоқ. Біркелкі жайбарақат қабылдады. Кешкісін тойдың шаруасына ақылдасамыз деп, үйіне Ғанижанның қолындағы анасын, Дүйсек ағасын, жеңгесімен, қызы Аягүл мен күйеу баласы Ерке Бұланды шақырып алды. Бұл әңгіме негізі көп жүрсін мен Аягүлге қатысты болса да, ет жақын туыстарым, анам,
күйеу балам, бәрің отбасын болып саналатын болғасын, сіздерде білулеріңіз керек. Маржангүл Алматыда ауруханада жатыр екен. Жаман ауру дегенді естідім. Сол жақтағы таныстармен хабарласып, анықтап едім. Рас екен. Енді қанша күні қалғаны белгісіз. Дегенде, ең бірінші көп жасар ұшып тұрды. Жоқ, ондай адамды танымаймыз. Біздің анамыз әлде қашан өлген, деп айқайлап жіберді. Аягүл не айтарын білмей, қасында отырған күйеуін құшақтап, жылап жіберді. Ортада, ауада қалықтап қалған үнсіздікті дүйсек бұзды. Тағдыр деген солда. Өмірінің ақыры қандай боларын кім білген? Бейшараға обал болған екен, деп аяушылық білдіріп бастап еді. Көп жасар жасқа шыланған көзбенен: Дәу бапа, не деп отырсыз? Қайдағы бейшара? Екі баласын тастап, әдемі өмір іздеп кеткен адам ол. Өріп ішіп, шайқап төгіп, жатырынан шыққан ұл мен қызын тастап, Жәлептің баласы атандырып кеткен адамды аяп отырсыз ба? Ондайлардың орны тірісінде де, өлісінде де тозақ. Олардың өмір сүруге қақысы жоқ, деп тағы ашына сөйледі. Ауыр күрсініп, отырғандарға бір қарап алып, Рахила әже: Қарақтарым-ай, құр босқа ашуланып не қыласыңдар? Көп жасар құлыным, сен өміріңді енді бастап жатырсың. Сондықтан олай асылық сөйлеме. Енді ондайдың бетін аулақ қылсын, Құдай сақтасын. Қазақ әйелді әуелде нашар адам, қызды нашар бала деуші еді. Ол жамандықтан емес, әйелдің көбіне нәзіктігі мен осалдығын меңзеп айтқаны. Иә, әйел тілге осал, сөйлеп қояды, қызылға осал, жылтыраққа әуес. Шайтан азғырып қызылдың артын қуып кеткен адамды қатты айыптамаңдар, айналайындар. Иә, тас бүйрек болды, отбасын бұзды, бірақ ол сендердің аналарың. Құрсағын жарып шықтыңдар, емшегін еміп, өмірдің дәмін таттыңдар. Кешіру, кешірмеу өз еріктеріңде, бірақ кек сақтамаңдар. Өздеріңе ауыр болады. Көкіректеріңдегі қатып қалған шемен мұңды жібітіңдер. Өздеріңді босатыңдар. Болары болды, бояуы сіңді, өткен нәрсе сол өткенде қалсын. Кек сақтап, қазіргі өмірлеріңе алып келмеңдер. Ғалымжан, саған айтарым, бар, алдынан өт, кешірім бер. Оған деген өкпең жоғын білдір. Оны қинап жатқан өткен шағында жіберген қателігі. Аягүл, көп жасар, сендерде кешіріңдер. Сонда ол қатты қиналмай, о дүниеге қайтар. Қинамаңдар оны, жіберіңдер, деді. Көп жасары бұл сөзге көне алмайтынын білдіріп шығып кетті. Қалғандары тағы үнсіздікпен қалды. Клиника террасасында шайқалмалы креслода жеңіл шәлі жамылып, журнал қарап отырған Маржангүлге медбике: Ханым Эфенди, сізде бересі келді, дегенде әуелі селк еткен ол ақырын артына бұрылып қарады да, таңырқап, көзі жасқа тола берді. Маржан, абыржып қобалжыма. Бұл мен, Ғалымжанмын. Сенің ауырып қалғаныңды естіп, хабар алуға келдім. Шошынба, Маржан, деп қасына келіп, икемге келмей отырған қос қолын алақанмен қысты. Айтарға сөз таппай тұншығып отырған Маржангүл алдында отырған Ғалымжанның иығына маңдайын тіреп, үнсіз селкілдеп жылады. Ұзақ жылады. Сосын басын көтеріп, әлде қалай болады дегендей кете алмай тұрған медбикеге: Мерак етмен, бенде хер сейюлында, деді. Содан соң ғана медбике ақырын жылыстап шығып кетті. Маржангүл көз жасын сілкей сүртіп, Ғалымжанға тесірейіп қараса да, барша мейіріммен бетіне алақан басып: Сен келдің бе? Сен Ғалымжансың. Сенің келетіңді сезгем. Күтпесем де сен келер деп үміттенген едім, деп тағы өксіп, ышқынып жылап жіберді. Маржан, жылай берме, шаршап қаласың. Бәрі жақсы. Иә, мен келдім, сені іздеп келдім, деп басқа не айтарын білмей қипақтап қалды. Балалар қалай? Олар аман ба? Қандай болды? Мені кешіре алды ма? Апам тірі ме? Дәу бапа бар ма? Деп ар жағын айта алмай тағы жылады. Бар, бәрі тірі. Бізде бәрі жақсы. Аягүл тұрмыста, бір жиенің бар. Күйеу бала жақсы бала. Барған жері де жақсы адамдар. Көп жасар полицияда жұмыста.
Жақында үйлендіреміз. Соған сені де шақыра келдім. Міне, олардың суреттері, бейне жазбалары деп жалмажан телефондағы суреттерді көрсете бастады. Әрбір суретке қадала қарап, үлкейтіп анықтап қараған сайын көзінің жасын тия алмай отырған Маржангүл аяқ асты. Сенің әйеліңше, ол неге суретке түспеген? Мына жерде бар ма? Деп екілене сұрады. Ол жоқ. Анығырақ айтқанда, менде әйел жоқ. Дегенде Маржангүлдің көздері ұясынан шығып кете жаздады. Қалайша? Сонда сен мүлдем үйленбедің бе? Неге? Деп таң-тамаша болды. Солай болып қалды. Екі баламның бабын таба алатын әйел кездесе ме жоқ па білмедім. Сосын тәуекелге бармадым. Деп Ғалымжан жымиып жауап беріп еді Маржангүл. Тағы бір мен сияқты сұр жылан тап бола ма деп қорықтың ба? Деп сұрады. Солай десе де болады. Балаларымның жылағанын көргім келмеді. Деп Ғалымжан қысқа қайырды. Ұзақ жылағаннан ба? Әлде уақытында өзі сатып, намысын таптап кеткен еркектің келіп кешірім бергеніне ме? Әйтеуір Маржангүлдің бетіне қан жүгіріп, көңілі көтерілгенде болды. Екеуі басында не айтарларын білмей, біраз кібіртіктеп отырса да, артық әңгімелері балалары болғасын, соған еніп кетті. Ертесіне таңертең келгенде Маржангүл кәдімгідей құлпырып, көздерінен құлшыныс көрініп тұрды. Көп жасардың тойына келгенде сәл мұңайып тұрды да, Ғалымжан, рахмет саған. Мен бүгін шын бақыттың не екенін сезіндім. Енді осы бақытты күйімде өлуге рұқсат бер. Мен ауылға барып, көзге күйік болмайын. Әйтеуір аман екендеріңді білдім. Көп жасар мен Аягүлде бәрі жақсы екенін білдім. Міне, сол маған бұйырған бақыт. Уақытында бақытты танымай, қол үзіп, бақыттың басына теуіп кеткен адаммын. Сондықтан рахмет. Ескі жараның орнын тырнап, қанатқаннан не пайда? Мені осы бақытыммен, осы өкінішіммен өлуге рұқсат бер. Енді өлімнен қорықпайым. Мынау менің Түркиядағы үйіме сенің атыңа жазылған мұрагерлікпен, сондағы банктегі есепшоттарым. Менің артымдағы мұрагер сендерсіңдер. Немерелеріңе, немерелеріңе олар сенің немерелерің. Менің есебімнен өз атыңнан сыйлық алып беріп тұр. Күнәмді ақшамен жапқаным емес, бұл сенің немерелеріңе менің де қатысым барын сезініп жатып өлу. Енді ауылға қайт. Суреттердің бәрін шығарып жастығымның астына салып қойдым. Ертең өргенде өзімен бірге алып кетем. Мен енді өлімнен қорықпайым. Мендей сорлы бейбақты ұмытпай жүргеніңе саған мың алғыс, деді. Ғалымжанмен қоштасып тұрып, араға ай салып көп жасар үйленіп, ұлан асыр той берілді. 3 айдан сәл асқанда Ғалымжанға клиникадан хабарласып, Маржангүлдің қайтыс болғанын, өзінің өтініші бойынша Алматы маңындағы Боралдай зиратына қойылғанын жеткізді. Ғалымжан түгел тумаластары мен көп жасар келімен, Аягүл күйеуімен, баласымен бәрі жиналып, қабіріне ескерткіш тақта орнатып, топырақ салып келді. Әңгімедегі адам аттары өзгертілген, сәйкес кеп жатса, кездейсоқтық деп есептелсін. Әңгіменің соңы. Әңгімеге лайк басып, төменге өз ойларыңызды жазып, каналға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Көп рахмет.